Қайсысы үлкен? 8-дің 32 дәрежесі ме әлде 32-ның 8 дәрежесі ме? Бұл есепте 32 мен дәрежелерге байланыстырсақ 32 8-ге бөлінеді. Сонда 32-ні біз 4 көбейту 8 деп алсақ, ол бізде 8-дің 4 дәрежесінің 8 дәрежесі болады. Ал мына 32-ның 8 дәрежесі. Мына 8 дәрежелерді қарасақ, мына екеуінің қайсы үлкен, сол үлкен болады да. 8-дің 4 дәрежесі үлкен әрине, өйткені 8 көбейту 8 көбейту 8. Мынаның өзі 64-ті берсе болды ғой, мына 32-ге жетеді да солша. Сол себепті біз жазамыз 8-дің 32 дәрежесі үлкен болады 32-ның 8 дәрежесінен. Жауабы қайсысы үлкен деді ғой, демек жауабы 8-дің 32 дәрежесі болады.